Баршаңызға сәлем, мен есім Сәлім Қойшыбай, сіздерді НИШ КТЛ ФМШ мектептеріңізге дайындайтын онлайн тренер ағаларыңызбын. Бүгінгі біздің қарайтын есеміз ол мынадай. Үшбұрыш берілген, бірнеше бөліктерге бөлінген сұрақ. Суретте ең көп қанша үшбұрыш бар? Жауаптары 9, 12, 14, 7, 11. Сіз алдымен паузаны осыны өз күшіңізбен шығарыңыз. Төменге пікірге қай қаладан екеніңізді және қанша шыққанын өзіңіздің аты жөніңізді қалдырып кетіңіз. Мен сізді шығарды деп ойлаймын. Бүгін 23 сәуір біздің орталықта 15-ші байқау тесті болды. Мына есеп сол жерде болған есептің қатарынан. Жалпы кеше 22 сәуір биыл емтихан аудандарда болған бірінші тур өтті. Егер сіз ауданнан тапсырған болсаңыз, менің номеріме сол жерде қиын болған түсінбеген есептеріңізді жазып жіберсеңіз болады. Мен сізге шығарып беремін, немесе жалпы халыққа осылай түсіндіріп бере аламын. Ал келесі бір аптадан кейін жексенбі күні 30 сәуірде қала мектептерінде биыл емтиханның бірінші туры болады. Сізге сәттілік тілеймін. Бір апта ол өте көп уақыт, бір аптада бәрін де үлгеріп алады. Егер сіз әлі алмаған болсаңыз, менде КТЛ интенсив деген курс бар. Ішінде 8 нұсқа бар, 375 есеп және 70 видео бар. Төменге жазып сатып алсаңыз болады. Небәрі 16 мың теңге. Ал енді мен сізге бұл есепті қалай оңай шығару керек екенін үйретейін. Алдымен мына бөліктерді сандарымен толтырып аламыз. Мына жерге 1 дейік, 2 дейік, 3 дейік, 4, 5, 6. Яғни бұның ішінде 3 бұрыш па, 4 бұрыш па, 5 бұрыш па маңызды емес. Бос бөліктердің бәрін сандармен толтырамыз. Сол кезде есеп оңайырақ шығатын болады. Енді бірінші былай ойлайық. Бір таңбалы саннан тұратын қанша үшбұрыш бар? Бір таңбалы. Ол бізде 1, міне 1 үшбұрыш. Ол бізде 4, міне 1 үшбұрыш. Ол бізде 5, міне 1 үшбұрыш. Ол бізде 6, міне 1 үшбұрыш. Яғни бір таңбалы үшбұрыштың саны нешеу? 1, 4, 5, 6, 4-еу. Екінші, 2 таңбалы үшбұрыштар санын іздейміз. 2 таңбалы. 1, 2. 1 мен 2-ні қоссақ, 1 үшбұрыш шығады. Яғни 12. Ары қарай 4 пен 5, 45. 1 үшбұрыш шығады. Ары қарай 56. Мына жерде 1 үшбұрыш шығады. Одан кейін 3, 6, 36. Мысалға 2 мен 3-тен шықпайды, мынау не қойды? 4 үшбұрыш қойды. Басқа көріп тұрған жоқпын. Яғни осы жерде 12, 45, 56, 36, яғни 4 түрі бар. Енді біз 2 таңбалыдан кейін 3 таңбалы үшбұрыштар санын іздейміз. 3 таңбалы бізде міне 1, 2, 3. 1 үшбұрыш пайда болады. Яғни 123 деген. Сондықтан 4, 5, 6. Міне 456 деген. Сонан істейді 2 пайда болады. Сонымен қатар тағы да бар ма екен? Басқа жоқ. 3 таңбалы өтсе, біз енді 4 таңбалыдан іздеп қойыншы. 4 таңбалы үшбұрыш бар ма екен? Кейде болмай да қалуы мүмкін. Мысалы 2, 5, 3, 6 деген сандар бар, бірақ бұл жерден үшбұрыш шықпайды. 1, 2, 4, 5. Міне, мына жерде бір үшбұрыш шықты. 1, 2, 4, 5. Тағы да қарап көрейік. Басқа жоқ. Сонда 4 таңбалы бізде біреу. 5 таңбалы бар ма екен? Яғни 5 цифрны қосылысынан. 1, 2, 3, 4, 5, мүлдем үшбұрыштың формасы шықпайды. 4, 5, 6, 3, 2 шықпайды. Яғни 5 таңбалы мүлдем жоқ. Ең соңғысы, бар үшбұрыштың қосылысы ол 6 таңбалы. 6 таңбалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына бар элементтер қосақ, ең үлкен үшбұрыш шығады. Онда үшбұрыш бізде біреу. Енді осы пайда болған үшбұрыштарды қосамыз. 4-ке 4, 8, 8, 2, 10, 11, 12. Барлығы 12 үшбұрыш бар екен, ал 12 бізде Б жауабында көрсетілген. Енді қараңыз балалар,
әркім әртүрлі шығаруы мүмкін. Ең бастысы 12 шықса ол дұрыс. Бірақ мен осылай шығарған дұрыс деп есептеймін. Не үшін? Себебі сіз оймен есептеп жатқаныңызда кейбір сандарды көрмей қаласыз, кейбір элементтерді байқамай қаласыз, немесе кейбір үшбұрыштарды екінші рет санап кетуіңіз мүмкін. Сондықтан осылай жазсаңыз нақты барлық көз алдыңызда тұрады. Бір затты екі рет қайталағаныңыз немесе бір затты ұмытып кеткеніңізді тексеріп алуға ыңғайлы. Егер сіз осыны түсіне алсаңыз, және сіз 30 сәуір күні бірінші емтиханға дайындалып жүрген болсаңыз, мен сізге КТЛ курс ұсынамын. Себебі мені онлайн тегін видео сабақтарын көру арқылы сіздің білім деңгейіңіз өссе, онда ақылы сабақтар арқылы ол білім деңгейіңіз одан әрі өседі. Және КТЛ-ға түсуге тағы бір қадам жақындайсыз. Ең бастысы бірінші турдан өтіп алу керек. Бірінші турдан өтіп алсақ, екінші турға әлі уақыт бар. Кейде адамдар ойлайды, бір аптада мен бүкіл есеп шығарып үлгеремін бе? Шын қаласаңыз үлгересіз. Курста да дәл осылай мен сізге тақтада осының бәрін түсіндірдім, дұрыс жолын белгілеп айтып отырамын. Яғни мен сізге бір электронды немесе планшетке жазып, неге жерде кішкентай адам болып суретке түсіріп тұрмаймын. Осылай кәдімгі шын өмірдегідей, шын өмірде мұғалім алдында сабақ аласыз, дәл осы форматта. Мен дәл осылай офлайнда дайындап жатырмын балаларымды. Осы әңгімелерді айтамын. Бірақ сіз Шымкентте болғандықтан, Қызылордада болғандықтан, Алматы, Астанада болғандықтан мен сізді көре алмаймын, бара алмаймын, арамызда үлкен ара ашық болса, мен сіздерге осылай пайдам тиісін деп онлайн дайын видео сабақтар түсіріп қойдым. Сіздермен болған ниш КТЛ ФМШ мектептерінде шынымен оқуға түскеніңізді қалайтын. Сәлем айлаңыз. Сау болыңыздар.